28 маусым Қазақстан журналистерінің төл мерекесі. Кеше қала әкімі Жалғас Бабахан қалалық атамекен және МИК телеарнасының Жаңаөзен газетінің редакциясын баспахана қызметкерлерін төл мерекелерімен құттықтады. Баспасөз туралы айтатын болсақ, бұл кезде ол жалпы 4-ші үкімет деп айтады ғой. 4-ші үкімет деп айтады, шындығында солай. Халықты тәрбиелеуден, халықты жаңағы жақсылыққа шақыруға осы құрамның арқасында көптеген істер істеліп жатыр. Сондықтан енді біздің Жаңаөзен қаласында да сіздер осы салада жақсы қызметтер атқарасыздар. Жаңаөзен қаласының өзінің төл газеті мына Жаңаөзеннен шыққанына биыл 10 жыл толып жатыр екен. Атекең бастаған ұжымға. Сонымен қатар енді мына Сәкен ағамыз енді бұл семьясымен кәдімгі атадан балаға басып кеткен келе жатқан мұра болып қалыптасып келе жатқан осы сала. Жаңадан енді біздің енді өзімізге жағынан ашылып жатқан атамекен бар, МИК-тер бар, жаңа салалар біздер дегенмен бұл салада айтарлықтай жетістіктеріміз бар деп есептейміз. Енді көш жүзіп дейді, еңбекпен біздің айтатын өтініштеріміз, налдарымыз жоқ емес, бар. Оны айтып та жүрміз, бірақ бетке айтып жүрміз. Сын жаңа түсіндірмей түзелмейді дейді, сондықтан сіздерге тағы да осы төл мерекелер болсын деп. Сондай-ақ жүздесу үстінде Жалғас Бейсалұлы қалалық телеарналарға сын ескертулер жасап, алдағы уақытта өткір проблемаларды қозғайтын жастар тақырыбына арналған тартымды қызықты хабарлар жиі ұйымдастырылып тұрса деген тілегін айтты. Әкімнен соң қалалық мәслихат хатшысы Салиха Есжанова, Жаңаөзен газетінің бас редакторы Асылбек Айдаров мереке иелеріне ізгі ниетін білдірді. Журналистердің төл мерекесіне арналған жүздесу үстінде қала әкімі Жалғас Бейсалұлы құрмет грамотасымен Жаңаөзен газетінің бас редакторы Асылбек Айдаровты, газет тілшілері Жоламан Айдарбаев, Аманжол Алатовтарды қалалық әкімшілік және мәслихат атынан алғыс хатпен атамекен телеарнасының қызметкері Қосаман Жайдыны, журналистер Исағұлов, Бесболаев, Бөбекбаеваларды марапаттады. Сондай-ақ мереке үстінде Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының вице-президенті Сабырғали Есбосынов журналистерге ақ тілегін арнап ақшалай сыйлықтар бөлінгендігін айтты. Кездесу соңында Қазақстан журналистер одағы қалалық бөлімшесінің төрағасы Асылбек Айдаров газет редакциясында журналистердің басын қосты. Сондай-ақ мерекелік тамаша сәтте атамекен телеарнасының ұжымы журналист Аманжол Алатовқа шығармашылық табыс тілеп үкілі домбыраны сыйға тартты. Қызығы мен қиындығы қатар жүретін журналистика саласында қызмет етіп жүрген қымбатты әріптестер, төл мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге шалқар шабыт, шығармашылық табыс, жанұялық бақыт тілейміз. Бүгін Қазақстан Республикасы бойынша баспасөз қызметкерлерінің төл мерекесі болып есептеледі. Осыған байланысты біздің қаламыздағы ақпарат құралдары өкілдерінің бүгінгі таңда көтеріп отырған негізгі мәселелер туралы, ақпарат құралдарының өкілдерінің алдында тұрған негізгі міндеттер туралы сіздердің назарларыңызға өзіміздің пікірімізді айтқалы отырмыз. Ең алдымен ақпарат құралдары дегенде қалалық газет, Жаңаөзен газеті туралы мәселені қозғаймыз. Бұл газет өзінің биыл жұмыс жасай бастағанының 10 жылдық мерзімін өтеп отыр. Осы мерзім ішінде нарықтық қарым-қатынасқа байланысты, нарықтық жүйеге байланысты көптеген біздің газетіміздің одан әрі дамып өркендеуіне де қиыншылықтар болды. Ең алдымен сонау 90-шы жылдары біздің газетіміздің саны, жазылушылар саны өте көп болды. Өйткені ол кезде әрбір мекемеде осы газетке жазылуды ұйымдастыру жеке цех басшыларының, сол кезеңдегі қоғамдық ұйымдардың басшыларының тікелей араласуымен жазылды. Және бір ерекшелік бастапқы кезде
біздің қалалық Жаңаөзен газеті екі тілде, орыс және қазақ тілдерінде шығарылып тұрды. Бірақ жергілікті жердің ахуалдық жағдайына байланысты көптеген орыс тілді халықтардың кетуіне қарай газетіміздің орыс тілінде жазылушылардың саны аз болып 100 дәнеге дейін барды. Сондықтан орыс тілді газетіміз жабылып 94 жылдан бері қарата сол қазақ газеті болып келеді. Біздің газетіміздің негізгі қызметкерлеріне тоқталатын болсақ, газетімізде қазір мына шығармашылық салада еңбек етіп отқан азаматтардың барлығы жоғары білімді мамандар, қазақтың Әл-Фараби атындағы мемлекеттік университетін бітірген, өздерінің ісін өте жақсы біледі. Мына журналист дейтін халық ең алдымен бұл әр саланы меңгерген маман болуы керек. Айталық, қайсы бір кезеңдерде біз бас мамандар сөйлеткен кезде олардың ойын білеміз де, солардың сөздерін дайындаймыз. Содан соң олармен ақылдасып, кеңескен кезде қайсы біреулер біздерді сол немесе мұнайшы деп, немесе газ өндіруші деп тиісті өздерінің бағаларын беріп жатады. Енді ақпарат құралдары туралы айтқанда біздер қаламыздағы телеарна жұмысынан аттап өте алмаймыз. Көп жылдан бері біздің қаламызда осы телеарна жұмыс жасап келе жатыр. Бұл бағыттарда қызмет істеп жүрген азаматтар өте маман дейміз. Қазіргі кезде сол бағытта жұмыс жасап жатқан айталық мына Базар Ботабаевты немесе сол күн сайын өзіміздің осы телеарнаны көрсетіп халыққа өзінің еңбегімен танылып жүрген Қосаман деген азаматты, тағы сол сияқты көптеген азаматтарды біздер өте жақсы білеміз. Олардың да көрсетіп жатқан еңбегі осы қаламызда болып жатқан тек қана жаңалықтар емес, өндіріс орындарындағы негізгі бағыттар. Жаңа алдында айтып өттік, мұнай игеру саласында түрлі мәдени шаралар, мұнай өндіру саласында түрлі атаулы күндер өтті. Солардың барлығына да олар үлес қосып, біздің қаламыздағы еңбек адамдарын, немесе Ұлы Отан соғысы кезінде соғысқа қатынасып қиыншылықты көріп, бүгінгі таңда өздерінің немерелері мен шөберелерінің арасында бақытты өмір сүріп жатқан Ұлы Отан соғысының ардагерлерін көрсетуде бұл азаматтардың еңбегі ерекше деп бағалаймыз. Енді біздің қаламызда қазіргі соңғы кезде МИК телеарнасы шықты. Бұл да енді аяғынан тәй-тәй басып, қазір көпшілік назарына ілігіп, сол қала өмірін көрсетуде өзіндік жұмыстарын жасап жатыр. Қазақстан Республикасы журналистер одағы Жаңаөзен қаласы бойынша сол бөлімшенің төрағасы ретінде біздің қаламыздағы Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшелері бар. Бұлардың құрамында Айдарбаев Жоламан, Исағұлов Закария, Латифов Аманжол, Есболаев Қадырхан, Жакенов Қабыштай, Омарова Майра, Ботабаев Базар және тағы басқа азаматтар бар. Бұлар енді біздің осы газетіміздің негізгі материалын толықтырушылар. Негізінде осы біздің осы газетте жұмыс жасамағының өздерінің журналистикалық қаламын одан әрі қарата дамытуда үлес қосып келе жатқан азаматтар. Құрметті қала тұрғындары, құрметті мына баспасөз қызметкерлері, соның ішінде мына газет және телеарна саласында еңбек істеп жүрген журналистер қауымы, сіздерді өздеріміздің төл мерекелеріміз Қазақстан Республикасы баспасөз қызметкерлерінің атаулы күнімен құттықтап, дендеріңізге саулық, үй іштеріңізге бақыт және еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілеймін.